Құрметті ағайын, міне алдарыңызда домбыра тартудың ең оңай тәсілі "Мен қазақпын" әні. Яғни мына сандар арқылы тек санап табасыздар домбыраның пернесінен. Үйренуге өте ыңғайлы тәсіл. Қысқаша айтып кетейін, міне бар болғаны мына үстіндегі және астындағы сандарды домбыраның пернесі бар ғой, перне, содан басасыздар. 3 болса, үшінші пернені басасыздар, 2 болса, екінші перне. Мән беріп қарасаңыздар оңай. Ал бұлай кейде түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Мән беріп қарау керек шамалы, сол кезде түсінікті. Кейбір адамдар түсінбей қалып жатады, оңай тәсіл болса да. Сондықтан қайттан айтып жатырмын. Міне 0 болса ешқандай пернені баспайсыздар, үстінен де астынан да. Қағыс төменге. Осы бір қағыс болады. Буынын сөзін қосып айтсаңыздар болады. Міне мына төменге тартқанда мына буынды айтасыздар. Екінші пернені басасыздар, жоғарыға тартасыздар, сақ. Екеуін қосқанда қазақ деген сөз шығады. Сосын болып, екеуін қосқанда болып деген сөз шығады. Дәл сондай, міне. Қайттан айтпай қойын. Үшінші пернені басасыздар, сосын екінші перне. 3 болса, үшінші пернені санап табасыздар. 2 болса, екінші пернені. Мына белгі төменге, мына белгі жоғарыға. Дәл солай кете береді барлығы. Тумағанда не терем. Мына сөзмен бірге айтқан жақсы, мына қосып айту керек пе, сол білініп тұрады. Қай жер бірге тартылады, міне. Сөзмен бірге айтқан жақсы, өте ыңғайлы. Ең оңай тәсіл міне әзірі осы болып тұр. Осы тәсілмен міне бір күнде жаттап алмасаңыздар да қарап тарта аласыздар. Былай ғой, міне. Мысалы 5-ті көріп тұрсыз, 5-ші пернені санайсыз, басасыз да саусақпен жақсылап. Сосын міне үстіндегі қағысына қарайсыз. Жоғары болса жоғарыға тартасыз, төмен болса төменге тартасыз. 0 болса ештеңе баспау деген сөз. 0. Міне бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Алғашқы үйренуге осы әндер жақсы. Күй үйрену алғашында қиын болады 0-ден бастаған адамға. Өйткені күй ұзақ, сандары көп. Ал мына әнде сандар аз, бітіп қалады. Осылай қайталай берсеңіз, қарап тартып жатталып қалады сандары. Қиын сияқты көрінгенмен көп тарта берсе, мына сандары жатталып қалады. Міне осы үйренуге өте оңай тәсіл. Қайырмасы барлығы дайын. Кім "Мен қазақпын" әнін үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Тиімді бағада береміз. Міне сөздеріме міне санның дәл астында дайын тұр. Барлығы дайын. Кім үйренем дейді, міне оңай тәсіл. Үлкендерге де, балаларға да оңай. Енді үлкендер тез түсініп жатыр, үлкен адамдар. Ал кішкентай балалар шамалы жай түсінеді. Әркім әртүрлі, бірақ үлкен адамдар бірақ сан болғасын тез қабылдайды. Тарта берсеңіздер, міне қайталап жатталып қалады өзіне өзі. Үйренудің оңай тәсілі деген міне осы. Домбыра тарту міне жалғыз ән үйреніп қана қоймай, мына саусақтарға да мына домбыра тартқан пайдалы. Әнді бастап үйреніп болғасын, әрі қарай термеді, күйді үйренуге болады. Міне бір жағынан оқушыға, балаға тәрбие береді. Міне домбыраның көмегі зор.
Сосын күйлердің тарихын да оқып, жаңағы сөз байлығын дамытуға болады, молайтып. Міне, домбырамен қазақ егіз ұғым. Нағыз қазақ домбыра дейді. Міне, мен қазақпын әні. Бір ән болса да жаттап алсаңыздар, оның өзі де бір жетістік. Міне, мен қазақпын әні, сөздері барлығы дайын тұр. Күнде тарта берсеңіздер домбыра, қолдарыңыз жаттығады. Әрі мына домбыра тарту көңіл күйді көтереді адамның. Міне, ыңғайлы. WhatsApp-та менен фотосын ала аласыздар, осы сызбаны, яғни тиімді бағада. Кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Міне, WhatsApp-тан жіберем. Басқа да әндер бар, бірақ қазір міне осы мен қазақпынды көрсетіп жатырмын. Басқа жақсы адамдарым әні бар, алғыс әні, анашым, ақбанчик, көптеген әндер бар. Енді кім үйренгісі келеді, комментарийге жазыңыздар. Жеке де үйретем онлайн. WhatsApp арқылы тапсырма беріп отырам. Үйренудің ең оңай тәсілі шықты. Нотамен үйренем деп айтады кейбір адамдар, бірақ нотамен үйрену енді көп уақыт алады. Музыка мектебіне арнайы баратын оқушыларға енді нотамен үйрену керек. Ал домбыраны оқуына бармайтын адамдарға осы тәсіл ыңғайлы. Қазір үлкен адамдар домбыра тартып кете аламын ба деп көп сұрақ қояды. Оларға нота қиын болады, әлбетте, көбісіне. Ұзақ уақыт алады, өйткені күрделі нота. Ал мына сандық тәсіл таптырмайтын тәсіл. Осы тәсілді көпшілік адам білет, бірақ дұрыс мән беріп кейде қарамай жүргесін, мән беріп қарамағасын, мына тарту оңай екенін түсінбей жатады кейбір адамдар. Сондықтан түсіндіріп айтып жатырмын. Мән беріп қараса, шынымен оңай тәсіл осы. Бірақ оңай тәсіл болғанымен басында шыдамдылық керек. Бір күн тартып, келесі күні тартпай қалуға болмайды. Қайталай беру керек көп. Басында шықпауы мүмкін, саусақтарды дұрыс баса алмауыңыз мүмкін. Сосын бұдан бөлек саусақтарды да жақсылап басуды үйрену керек. Қағыс сосын. Мынау тек теория ретінде, жазбаша түсіндірмесі. Саусақтарды жақсылап бассаңыз, үйрену әлде қайда оңай болады. Ал баршаңызға сәттілік, құрметті ағайын.